Алматымен іргелес бұл қалада сауда орталықтары көп. Жаңадан 4 қабатты айнадай жарқыраған шынымен салынған, әне бір соңғысына жұрт көп барады. Халықтың қойған атауы айна дүкен. Адам жанынан басқаның бәрі бар деп мақтайды. Осы айна дүкенінің алдында үлкен қара Мерседес келіп тоқтады. Ішінен көзіне қара көзілдірік киген, орта жастан асса да, киім киісімен жүрісі сәнді, сымбатты әйел түсті. Машинаның рөлінде отырған келбетті, ұзын бойлы, аяғы қисықтау мұртты жігіт ағасы, артқы есіктегі орта бойлы ақ кепкалы тағы да бір кісінің қолынан демей, сымбатты әйелмен қатарласты. Күннің ыстығын қарашы, жанып барады, деді сымбатты әйел. Жаңа үйде шляпамды қалдырып кетіппін. Білмеймін, маған осындай ыстық күндер жас кезімнен жаныма жағады. Және бар ғой, ыстыққа күйген сайын денем рахаттанады, деді ақ көккалы адам. Ал енді осы жерден тура қай қабатқа, қай бутикке баратынымызды анықтап алайық. Әйтпесе Сақып Жамал, саған еретін болсақ, біздің шаршайтынымыз анық, деді Зайыт қолмен желпініп тұрған әйеліне. Мен бүгін сендерді шаршатпаймын. Қазір Тілекке той костюмын алғаннан кейін сендер екеуің боссыңдар. Қалғанын өзім осында қалдап алып кетемін. Арғы күні Айданың туған күні, қызыма сыйлық іздеймін, деді Зайытке. Солай ма? Менің есімнен мүлде шығып кетіпті. Осы кезде қастарынан жанамалай өтіп бара жатқан екі келіншек олардың сыртынан қарап тұрып қалды. Ана елді көрдің бе? Қасында сөйлесіп тұрған еркектің екеуі де күйеуі дейді жұрт. Қойшы, рас па? Бір күйеуі таба алмай жүргенде? Иә, ол өткенде үшеуі бірге жүрген еді. Әзірде сондай. Бірге жүргеннің бәрі күйеуі болады ма? Бұлармен жақсы араласатын біреулер айтыпты. Ана ақ кепкалы, ақсары адамды қарашы. Түрі милый, симпатичный, иә? Ұзын бойлысы да вообще керемет. Жас кезінде талай қыздарға арман болған адам екені көрініп тұр. Қойшы, самайына ақ түскен шалға қызап. Знаешь, он такой странный, бірден белгілі, ақшасы көп жігіт сияқты. Осы кішкене қала ішінде қалай қашан қайдан тарағаны белгісіз соңғы кезде қос күйеуі бар әйел туралы әңгіме бірден құлақтанып кетті. Сақып Жамал көшеге, дүкенге, басқалай көпшілік орындарға шықса, мына әйел деп сыртынан саусақпен көрсететін болған. Мұның тереңде жатқан сырларын жалпы жұрт қайдан білсін? Сақып Жамал кезінде ең сұлу қыз болды. Бір көрген жан көзін тоқтатпай өтетін. Қызыл шырайлы, дөңгелек жүзіне қыр мұрын, қиғаш қас, мөлдіреген қара көз, найзадай ұзын кірпік дегендей. Маңдайын ашып, шашын екі жаққа айырып, бұрым етіп өргені вообще жарасатын. Егінен жоғары, үстіңгі еріннің сол жақ тұсында көлемі тебеннің көзіндей қара меңі көркін ашатын. Солқылдаған ақ маңдай, сымбатты, оқтай түзу балтыры бәрі Сақып Жамалдың тұла бойынан мін тапқызбайтын. Марқым әжесі Сақып Жамалдың құлағына тие берсін дейді ме кейде. Әдемі көрік Алланың берген сыйы. Әйел сұлулығы ақылды болса бақытқа, ақылсыз болса сорға жетелейді, дейді. Ажарлы әйелге алдымен Алла сана берсін дейтін. Нені тұспалдап айтатын Сақып Жамал жас кезінде білген жоқ. Бірақ кейін әжесі айтқан бақыттылық пен сорлылықтың екеуін басынан өткізді. Жасы 17-ге толар-толмаста күйеуге шығып кетті. Күйеуі Тілекте 20-ға толмаған еді. Алматыда ауыл шаруашылығы институтының 1-ші курс студенті кезінде Ақмола облысының шаруашылығына өндірістік практиканы өткізуге келгенде Сақып Жамалды кездестірді. Екеуі бір-біріне өлердей ғашық болды. Ақыры қосылып тынды. Бұл бір заманның түзу кезі еді. 4,5 жыл Алматыда екеуі жас отбасы болып тұрды. Ең бақытты ғұмыр кешті. Араларында бала болмағанына өкінген жоқ. Керегінше ойын-сауық думандарды бос жібермей, екеуі уақыттың қалай тез өтіп кеткенін білмей қалды. Бос жүрмей Сақып Жамал Алматыда 1 жылдық есепшілік курсты бітіріп алып, Қазпоштаның бір бөлімшесінде кассир болып істеген соң, екеуі өзге студенттердей тарыққанда жоқ. Тілек диплом алып, туған ауылы Көкшетаудың аудандық Казсельхозтехника мекемесіне механик инженер болып жұмысқа орналасты.
Ал көп ұзамай Сақыпжамалды аудандық ауыл шаруашылық басқармасына қарасты бір мекеменің есепшілігіне орналастырды. Сақыпжамал өмірінің бақытты күндерінің шырқын бұзған осы ауданның жалпы көкшенің атын естісе, әлі күнге дейін жек көреді. Өз есепші болып қызмет ететін мекеме басшысы 40-тың қырқасына шыққан Есенжол Таңатаров Сақыпжамалды алғаш көргеннен көзімен ішіп жеп, жас келіншекті ішінен аспаннан қолма түскен періште деп санады. Ал Сақыпжамалға бастықтың өзіне бұлай қарағаны ұнамады. Бойы аласа, маңдай тайқы, тәмпіш мұрын, қасы қою, көзі бадырақ, бұл адам киноларда жансыз сатқын болып ойнайтын кейіпкерге ұқсас. Жұмысқа 2 күннің бірінде ішіп келетіндіктен үнемі аузынан арақ иісі кетпейді. Күлгенде барынша қарқылдап, епетейсіз күледі. Нағыз тасбақа деп Сақыпжамал өзінше ат қойды. Бірақ бұл жұмысқа күйеу Тілек орналастырғаннан кейін еш нәрсе дей алмады. Осы Есенжол 4-5 ай өтпей жатып, Сақыпжамалға көңілін ашық білдіріп, мазалай бастады. Сендей әйелді өмірімде бірінші рет көруім, сен осында жұмысқа келгені менен ұйқы кетті, сені көрсем болды өзімді қоярға жер таппаймын, тағы да басқа осы тектес мөлдіреген сөздер. Сақыпжамалдың күйеуі Тілек жаратылысында біреу туралы жаман ойламайтын, елгезек, ақ көңіл, аңқылдаған жан. Өзінен 15 жастай үлкен Есенжолды ағалап құрметтегенде жаны қалмайды. 1-2 рет үйге ертіп әкелді. Жас мамандарға бір жақсы үй беріледі деген соң күтіп жатырмыз. Сол үйге шықсақ, жеңгеймен екеулеріңізді дәмге де шақыру ойымызда, деп Тілек ағынан жарылады. Ойпырмын-ай, мына Сақыпжамалдың құйған шайын-ай, таңдайдан өтіп барады, өмірі бүйтіп шай ішпеуші едім деп Есенжол жымиып кесесін Сақыпжамалға жиі ұсынды. 2 жылға жетер-жетпес Тілек пен Сақыпжамал аудан орталығында жаңадан пайдалануға берілген 2 қабатты коттеджден үй алып, қоныс тойын жасады. Бұл тойға Есенжолды да шақырды. Ол әйелін ертіп келді. Маған көз салып жүргенде өз әйелі қандай екен деп Сақыпжамал Есенжолдың әйеліне көз қиығымен қарап қояды. Бұл әйел ешкімнен кем емес. Денесі тығыршықтай, кеудесі тырсиып тұр. Киген киімінде өзіне жарасады. Хас сұлудың өзі. Оның үстіне ізеттілігі, білімділігі, көпті көргендігі де көрініп тұр. Аудан орталығындағы мектеп директорының орынбасары екен. Жасанды мінезбен өтірік сылатын әйелдерден емес, жан жағымен ашық жарқын әзілдесіп, жұртты баурап алып отырады. Күйеуі мен екеуінің арасы жер мен көктей, 8 қырлы бір сырлы дегендей, ерлермен иық тіресе алатын іскер әйел. Мынадай әйелді бола тұра өзгеге көз салуы мүлде оңбағандық. Демек, көрсе ғызар. Өзінің дегеніне жету үшін мұндайлар неден де болса аянбайтын жексұрын деп түйді ішінен Сақыпжамал. Бір күні таңертең Тілек Сақыпжамалға: бүгін аудан бір топ өкілдер облыс орталығына барамыз. Украинадан келген техникаларды ауданға бөледі екен. Алдымызда егін орағы. Бізге де техника бөлінеді. Соларды алып келемін. Мен кешіксем алаңдама, үйде өзің бола бер, деп ескертті де жүріп кетті. Дәл осы күні түсте Сақыпжамалды Есенжол кабинетіне шақырды. Ол өзі әдеттегідей ұрттап алыпты. Мұны көрген Сақыпжамал осындай маскүнемді қалай басшылыққа қойып жүр деп ойлады ішінен. Осы әдеттегідей 90-дық есеп қисаптың жұмысын сұраған болып отырды да: күйеуің бүгін келмейтін шығар, облысқа кетті біраз адамдар. Білем, түнде жалғыз сұрайсың ғой. Сендей сұлу келіншектің анадай даңғарада үйде жалғыз өзі қалғаны қалай болар екен, деп мұның қасына жылжыды. Бұдан әрі майменкөлеп Сақып: мен барсам қолымды қақпайсың ғой, деп білегін ұстамақ болып, арақ иісі қолқаны қабатын аузымен жабыса берді. Ағай, мүлде ұятсыз екенсіз, деді Сақыпжамал, мықтап қысып, құшағынан әрең сылып шығып. Сөйтті де жиіркеніште жымиып тұрған бастығының бетіне шапалақпен шарт еткізді. Дәл осы жерде Сақыпжамал өзіне есеп бере алмады. Сөйтті де кабинеттен сумкасын алып, есікті тарс жауып шығып кетті. Бүгін Тілек аман есен келсе, бәрін айтам. Бұл жерде жұмыс істемей-ақ қояйым, оңбаған сілімтік деп өзімен өзі күбірлеп үйге келді. Үйде де жаны тыншымады. Бастығының бүгінгі қылығы қайта-қайта ызасын келтірді. Есенжолға шапалақ жеген түк емес болатын. Оның жанында батқаны Сақыпжамалдың 2 жылдан бері өлердей айтқан сөзіне елтпей қойғаны батты. Сұлу келіншектің бұл талайын көрген, келсе қоймаған тұңғыш менсінбей тұрғаны осы Сақыпжамал.
Қарай көресін, әлде қандай боп бедеу қатын. Бастығы мына мені көзіне қыстырмай, сөзімді жерге қалдырып, еще шапалақтауын сазайыңды берем. Оның ішке түйгені осы. Екі қабатты коттедждің барлық бөлмелеріне шам жағып қойған Сақып Жамал жалғыз өзі үйде отырған. Жоғары қабатқа мүлде көтерілмеді. Жатын бөлмеде қорқынышты көрінді. Бірінші қабаттағы таңғарадай кең залға бармады. Бұрын ондай жоқ еді. Әлденеден секемденді. Қолына қару қылып, ас үйден кішкене ет жабатын балтаны алды. Сөйтіп кіре берісте жұрт аяқ киім кигенде отыратын кішкене диванға бір сүп қисайды. Сырт жатқан есік алдындағы дыбыстар осы жерде анық естіледі. Тілек келіп қалса, бірден оянуға жақсы деп ойлады. Бәле болайын десе болады екен. Есенжолда қасарысты. Бүгін сен қатының мені менсінбейтін көкірегіңді көрейін деп тістенді. Жұмысынан көңілсіз келді. Қайқайып теледидарға қарады да отырды. Оған қарағанмен ойы басқада. Кешкі тамаққа отырды да сауық соқпады. Кеш қоюланғанда ақыры үйінен шығып Тілектің үйіне беттеді. Сол үйдің сыртын торауылдады. Барлық бөлмеде шам жағылғанына дейін байқады. Жаңадан берілген коттеджде небәрі 5-6 үй. Тілектің үйі ортасында. Қарсы жақта әлі соғылғандар пайдалануға берілген жоқ. Есенжол үйдің ішкі жағына өтті. Алғашқыда мақсаты терезеден кіру болды. Жоқ деді ол. Мен неге олай істеуім керек? Бірден есігін қағам, ашпаса ашқызам. Осылай болды оның ойы. Есік сыртының қоңырауы шылдыр етті. Сақып Жамал көзі енді ілінген. Бұл дыбысты естімеді. Қоңырау ұзақ басылды. Оның сыртында есік қоса қағылды. Үрей билеген Сақып Жамал қолына балтасын мықтап ұстап. Кім бұл? Мен, Есенжол. Сақып, есігіңді ашшы, ашатын шығарсың. Ашылмайды, кетіңіз ағай. Мен сізге айттым ғой, кетіңіз, аулақ жүріңіз. Мен бір ғана сөз айтамын, содан шығам. Егер ашпасаң таңға дейін күйеуің келгенше босағада тұрам. Мен сіздің қай сөз айтатыңызды білем, кетіңіз. Бұл жаңа ғана берілген үйде телефон сымы тартылмаған еді. Мобильді телефон деген ол кезде жоқ. Сақып Жамал сын шашты. Өстіп тұрғанда Тілек келіп қалса не айтады? Ашуға болмайды. Тұрса тұра берсін. Есік қоңырауы қайта-қайта бажылдауын қоймады. Ашуы әбден келген Сақып Жамал бір кезде есікті ашып кеп жіберіп, ал енді айтарыңыз айтыңыз осы жерде. Алдымен мен саған өзіңдікін өзіңе қайтарам, мойныма қарыз арқалағым келмейді, деді де Есенжол Сақып Жамалды бар пәрменімен жұдырықтап бетінен салып жіберді. Ер адамнан соқ қалған әйел оңама көзінен от жарқ етіп жерге бүйірлей етпеттеп құлады. Есенжол ол аз болғандай құлаған әйелді аяғымен тепкілей бастады. Сендейлер аяғымды құшақтап жылаған, бағанағыңа кешірімді, аяғымды құшып тұрып сұра, мен саған айтамын, аяғымды құшып кешірім сұра. Сақып Жамалдың қолы құлағанда балтаның сабынан ажырап қалған, тепкінің астында домалап жатып, оның қолы балтаға қайта тап болды. Шап беріп ұстай салысымен өзінің жанын шығарып жатқан аяқтан бір перді. Ойбай, әкеңнің аузы! Есенжол тәлтіріктеп балтырын ұстап қабырға жаққа соғылды. Түс шетіне аш таяқ батқан Сақып Жамал да бұл кезде еш нәрседен аянбады. Қабырғаны арқалай құлаған Есенжолдың басынан қолындағы балтамен бір соқты. Шекесінен қан атып шыққан Есенжолдан өлдім, өлтірдім деген екі-ақ сөз шықты. Міне қас қағым сәтте болған оқиға осы. Қазіргідей ақпарат құралдарынан жария таппаса да, Кеңес одағы кезінде әйел қолынан кісі өлімі болмайтындықтан бұл оқиғадан аудан орталығының жұртшылығы дүрлігіп кетті. Анық-қанығын білмейтіндер жап-жас Сақып Жамалды кінәлады. Ол кезде қазіргідей ешкім қорғаушы жалдамайды. Бірақ Мәскеу мемлекеттік университетінің соңғы курсын оқып, осы ауданда диплом алдында сынақта жүрген Екатерина Павловна Степанова деген жас қыздың қорғаушы болуы Сақып Жамалға көп көмегін тигізді. Алдымен ол Таңатаровтың өзін зерттеледі. Ауданда ол басшылық қызмет істеген мекемелерде болып, әйелдермен сөйлесіп, зорлық көрген әйелдермен тіл табысып, жазбаша түрде сотқа шағым арыз түсіруді сұрады. Мұндай әйелдер саны 6-ға жетті. Бұл Сақып Жамалға берілетін жазаны жеңілдетуге жол ашты. Қорғаушы Степанова сөз сөйлегенде сот залы сілтідейтінді. Қызмет бабын пайдаланып, қарамағындағы әйелдерге психологиялық қысым көрсету арқылы өзінің қалауына мәжбүрлейтін мұндай адамды басшы қызметке қойған аудандық партия комитеті
ең бірінші жауапты. Бұл кеңес комитетінің өндірістік жоспарын орындалуын ғана талап етіп, еңбек өнімділігін арттыруды ғана көріп, бағалап, адамдардың арасында ар ожданның бар екенін көруге көздері жетпейтін соқыр болатынын көрсетеді деп аудан басшыларына да